Солтүстік Қазақстан облысына арнайы келген Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бағдат Азбаев басқарған бір топ делегация өкілдері Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясының өкілдері Петропавл ауыр машина зауытында болды. Петропавл ауыр машина жасау зауыты мұнай газ өндірісі, мұнай химия, энергетика, транспорт және тағы да басқа құрылғыларды жасайтын Қазақстандағы жетекші зауыттардың бірі. Зауыт өнімдерін Ресей, Жапония, Қытай, Англия елдерінің компаниялары қолдануда. Технологиялар ең заманауи, сондықтан шетел компанияларының талаптарына сәйкес жұмыс істей аламыз деп ойлаймын. Батыс Қазақстан облысында орналасқан Қарашығанақ кен орны әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі болып табылады. Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясы өкілдерінің облысымыздағы келудегі басты мақсаты жергілікті өндірушілердің мүмкіндіктерімен танысу және алдағы уақытта жұмыс жасау. Біз солтүстік Қазақстан облысында алғаш рет болып отырмыз. Енді болашақта бірге жасайтын істеріміз көп болады деген сенімдемін. Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясының өкілдері облысымыздағы құбыр зауытының жұмысымен де танысты. Делегация өкілдері 2 күн ішінде тағы да облысымыздағы бірқатар үлкен кәсіпорындарда болып қайтады.